Қымбатты көрермен, аңдатпада аңғарғандарыңыздай, өздеріңіз мінеки көріп тұрғандай, Алматы жұртшылығын таң азанмен алаңдатқан су құбыры апаты қазір мамандардың бақылауында. Рысқұлов даңғылы мен Жансүгіров көшесі бойындағы ыстық су желісі қарс айырылып, қала жұртын әбден әбігерге салып еді. Жергілікті жұртшылықта ол маңдағы жағдайды әлеуметтік желіде бөлісіп, біздің арнаның тілшілеріне мән жайды анықтауда өтініп еді. Құбыр жарылып, көшенің қақ ортасында болған апат орнынан әріптесім Әлбек Шынтемір барып қайтты, көзбен көріп қайтты. Алматы жұртшылығын таң азанмен алаңдатқан апатты жағдай дәл қазір мамандардың бақылауына өтіп, су тоқтатылды. Олардың айтуынша Рысқұлов көшесінің бойындағы 1984 жылғы ыстық су құбыры жарылып, мынау көлік кептелісін туғызған. Алматының алатаңы бүгін Рысқұлов даңғылындағы көлік кептелісімен басталды. Қала жұртын жылумен қамтып отырған үлкен құбыр жарылып, маңайындағы бірнеше нысандарға ыстық су аққан екен. Абырой болғанда жауапты мамандар дер кезінде келіп, құбыр арнасын уақытша тоқтатып үлгерген. Тұман болып кетті, ештеңе көрінбейді. Болды, мен көргенім сол, есікті вараттан жаптық, болды, су ақты мыннан, түгел су. Қауіпті, бірақ ешқандай не зардап шеккен жоқ қой. Онысы жақсы болды. Ал апатты орынға алғаш болып келген Жетісу ауданы қызметкерлер көлік кептелісінің болатынын алдын ала ескерткен. Өйткені құбырды жөндеу үшін оқиға орнын қоршап, құбырды қазып алу керек. Бұл деген бір ТЭЦ-1 мен ТЭЦ-2-ның ортасында қосымша 1000-дық труба, 84 жылғы труба. Енді жаз бойы испытания жасалған. Испытания кезінде ешқандай бұндай дәрекет нелер болмады. Мынау енді осындай апат жағдай болып тұр, бірақ түгел біздің Айнабұлақ, Көкмайса, құлагерлерді бәрі түгел жылуда отыр. Тез уақытта 15 минуттың ішінде бәрін қайта жылуға отырғыздық. 19-ші насостың станция арқылы. Міне дәл осы тұстағы қос құбыр қарс айырылып, таң атпай қала жұртшылығын қаңтарып тастады. Қазір мамандар мынау алып бетонды көтеріп, жөндеу жұмыстарын жүргізбекші. Аталған апатты жағдай жылу тасымалдайтын құбырлардың ескіргендігінен болып отыр. Оны жасырмаймыз. Мәселен, бұл маңдағы құбыр 62%-ға ескіріп, тозығы жеткендіктен қысымды көтере алмаған. Десе де жылда біз тексеріс жұмыстарын жүргізіп, қалпына келтіріп отырамыз. Тиісті тексеріс кезінде ешқандай олқылық байқалмады деген мамандар жалпы осы маңдағы бірнеше құбыр жүйелерін енді қайта тексеретіндерін жеткізіп отыр. Оның үстіне көп құбыр жүйелерінің ескі екенін растайды. Ал құбыр жөндеу жұмысын жуық арада реттеп, Рысқұлов көшесінің бір жолағын көлік қозғалысы үшін ашатындарын айтты. Әлбек Шынтемір, Әрсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.